Bilmedi. Ойбай, жылама қызым болды, жүр. Мама, қаланы іздеп шығайық. Мама, сен осы машинамен іздей бер, мен асығып тұрмын қатты, оны қатты таққым келіп тұр. Таксидағы затын қойып алайын. Иә, каз. Кеттім мен жұртты, адамдардың қастарын дұрыстан қарап кетейін. Так, негізі осы жақтарда тұрды ғой ол. Осының ішінен қайда кетіп қалады? Ішінде тұрмайды қызым. Қазір мен ішін дұрыстап қарайын. Үй тамақ па қарай. Жақта жоқ, достар. Қараңдар, гардероб осы. Қызым, үйде жоқ ол. Алмам. Ол үйде жоқ екен. Қарадым үйді. Мә, ол енді қайда кетуі мүмкін? Жақта қарап шығайын. Достар, Қайттан алып кетпеді ма диктомға? білмеймін. Ол солай жоғалып кетті ғой. Достар, мен Айзерені тапсын десеңдер, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Давайте нақты қарайық. Жоқ, нақты да жоқ. Айзик. Достар, оны қашан табатынызды білмейміз. Машинам соққы. Так, достар, нақты емес па? Мама, мен батып кеттім. Қызым. Мама. Достар, мен батып аттырмын. Қызым, не келдім? Достар, мен батып аттырмын. Мама болды, жүрізді. Қызым, не болды? Қызым, не болды? Жүр, сен дәрігерге алып барам. Қызыма не болды? Жаңа суға батып аузым құлағыма су кіріп қалды. Нәтиже алмай қалдым. Мына қызым да ауырып, ана қызым да жоғалып кетті. Енді не істеймін? Бір дәрігер. Қызым, тез. Мам, мен қайдамын? Қызым, көзіңді аштың ба? Не болды, қызым? Мам, мен тамағыма су кіріп кеткен сияқты. Мама, ана Айзек табылды ма? Өкінішке орай жоқ, қызым. Мам, ол неге табылмай отыр? Жылама енді. Неге ол жоғалып кетті екен? Болды, жүр іздейміз. Жүр, қызым. Достар, енді осыдан 10 жыл өтеді деп елестете беріңіздер. 10 жыл өтеді. Және де, достар, 10 жыл өтті деп елестете беріңіздер. Мама, оказывается, маған жаңа полициядан хабарлама келді да. Ода полиция бүйтіп айтқан, біздің асырап алған менің бауырым ол дейтін негізінде өгей шешесі мен әкесі дейтін оны ұрлап алып кеткен. Және ол басқа қалада, прям ол басқа қала жақтарда, ал біз одан алыс жерде тұрамыз. Байғұс-ай. Давайте, мама, ол қалаға барайықшы, ақшамызды жинап. Біз ақша жинап жүрдік қой машинамен үйге. Иә, Кеттік, давайте, мама. Жүр, кеттік.
Мен барғым келеді Айзереге. Sen baurum болып кеткен. Бауырымдай болып кетті ол. Мама жүр, аэропорт ана жақта, кел, затпен бара бер. Достар, ура, біз полицияда хабарлама алдық. Және де Айзеренің қай қалада, қай үйде екенін білеміз. Мен негізінде Айзереде кішкене сет ұстап тұр екен. Айзереге хабарласайын. Алло, Айзере. Алло, көмектесіңдерші, мен болсын қалдым. Айзере, қазір барамыз. Қызым. Айзере, мен сені сағынды, біз саған барамыз, сен аэропортта бол. Аэропортта қазір жүгіріп барамын. Ол қай жерде? Қаш, қызым, қаш, бол. Қашып жатырмын, артынан қуалап. Жүгір, қызым, жүгір. Жүгіріп жатырмын. Мә, Айзереге жатырмын. Қинап жатыр. Қинады. Қызым, бол. Так, біз, өйтіп кішкене эмоцияларын жинап қойыңдар, мен күте тұрам. Біз наконец-то Айзекті көреміз. Келдік, жүр. Мама, келдік па? Так, Жүр, Айзере. Айзере қайда екен? Айзере. Жүр. Так, тез жүгірейін. Айзере қайда екен? Мама, аэропортта. Айзере! Сығашар. Ол уже кетіп қалды. Айзек, мен сені сағындым. Жүріңіздер, үйге барайық, мен айтып беремін. Келе отырым. Отыр, Мен сені көргеніме қуаныштымын, мен сені сағынып кеттім. Иә, мен де. Сағындық, Айзере. Достар, біз Айзерені таптық, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Сол үшін де сіздер коммент жазып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Тез кірмейге. Айзек, мама екеуміз саған бірдеме айтуымыз керек. Иә. Негізінде Айзере, қазір мен күте тұр, киім ауыстырып келейін, екеуін сөйлесе тұрыңдар. Мен киім ауыстырайын, достар. Мен маңызды нәрсе айтуым керек Айзереге. Айзереге мен маңызды нәрсе айтуым керек. Қазір достар, күте тұрыңыздар. Так, достар, мен киімімді ауыстырып алайын. Бұл қызым. Так, мама, Айзереге айтайық. Айзере, негізінде біз өте бай адамдармыз. Просто біз сырттай қарапайым көрінгіміз келді. Және де менің мамам қарапайым қыз болып өсірді. Және сені де солай өсірді. Мәссаған. Кстати, мен ұрлап кеткенін айтсам, менің шашым өзгеріп кетті. Басында мен ұрлап кетіп, қинады, и потом шашымды қиды, шашымды жұлды, и қап-қара қылып тастады. Мама, жыламаңыздар, тоқтаңыздар. Бұл қуаныштың көз жасы, сондықтан да біз өзімізге өте үлкен үй алайық, кеттік. Осы үйден алайық. Шыға тұрыңдар. Қазір мен үлкен үй алайын. Айзере, біз негізінде бай отбасы екенімізді сен білдің бе, сездің бе? Жоқ, мен вообще сезбедім. Қазір достар, мен үй алайын.
Достар, мінекей осындай үй алдым. Өте қымбат тұрады бұл. Кір. Мама, неғып қалатсың? Кірсай. Ту, мынау кім? Мына комната маған. Күтсай менде жақсы көретін комнатам бар еді. Міне осы маған. Маған. Мам, комнатаң өте әдемі ғой. Давайте Айзере екеуміз бірге осы бөлмеде жатайық. Иә. Так, мен осы бөлмені сәндегім кеп тұр қатты. Сен сәнде бер, мен отырамын. Адина, Ау, келші сөйлесейік. қазір мен қойып жіберейін. Ау, Қалай ойлай, отырсаңшы. қазір апа. Ау, не болды? Қалай ойлайсың, если мені ұрлап кеткен өгей әке шешем менің артымнан келіп қайтадан өлтіріп кетпей ме екен? Неге ондай сөз айтасың? Олай айтпа. Қалай ойлайсың, менің әке шешем өгей әке шешем? Достар, Айзере маған прикол ұстап отыр екен ғой. Сен неғып Иә. менімен ойнайсың? Ладно, достар, мен мынандай істеймін. Достар, мен мынандай көтмеймін. Достар, осылайша мамасы, қызы және де асырап алынған екінші қызы үшеуі өте бақытты өмір түсіріп жатады. Енді келесі қандай серия түсірсек болады? Комментке жазып кетсіңіздер. Сіздер айтқан серияны мен түсіретін боламын. Сау болыңыздар. Маған лайк басып кетсеңіздер. Давай.